Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah bugün bizlerge Cumamızın taqribı vaqf деген сөздің айланасында болмақ. Vaqf деген сөз Алла жолына бір затты қашан жоқ болып кеткенге дейін халықтың игілігіне тастап қою. Осы сөздің, яғни осы тақырыптың аясында иншалла уағызымыз өрлейтін болады. Жалпы ғалымдар бұл жөнінде уақыф деген мысалы түсіндіріп кетейін, қарапайым тілменен мешіттің салынуы және сіз бен біздің игілігімізге беріліп қоюы бұл уақыф делінеді. Араб тілінде, қазақ тілінде Алла жолына халықтың игілігіне берілу. Ол адам не істемейді енді ол нәрсеге, өзінің өмірде өтіп жаса мирас болып баласына қалмайды, оны сатып жібере алмайды. Уақыф деп уәде етті ма, Алла жолына тастады ма, болды. Ол жария садақа секілді. Қашан сол нәрсе жоқ болып кеткенге дейін сол адамға сауап арттыра беретін амалды уақыф амал дейді. Мысалы, мешіттерде Құрандар ішінде жаңағы уақыф деп жазылып қойылған. Ол адам әкеп мешітті тастады, ол Құранды қашан сол Құран жоқ болып кеткенге дейін жарамсыз болып қолдануға. Соған дейін ол жерде тұрады, оны сатып жіберуге, біреуге сыйлап жіберуге, үйіне алып кетіп қалуға ешкім ақысы жоқ енді. Кім болса ол болсын, ол нәрсе тұру керек осы жерде. Алла жолына берілген нәрсе. Уақыф деп атқанымыз осы нәрсе. Яғни біздің уағызымыз осының аясында өрлейді. Аллах Тағала Бақара сүресінің 267 аятында былай деп келтірді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ey iman keltirgenler, Allah жолына нафақа етіңдер, yani Allah жолына мал мүліктеріңді шығарыңдар. Min tayyibati ma kasabtum, өздерінің пенет ақыларымен тауып жатқан мал дүниеден. Және де وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, және біз сендерге жерден шығарған нығметтерден не істеу керек болды? Алла жолына шығаруға біз бұйырылдық. Осының ішіне уақытта осыған кіріп кетеді. Пенет ақымызбен тапқан мал мүлкімізден Алла жолына шығарған кезде ол садақа да бар оның ішінде, уақыф та бар оның ішінде, хадия да бар оның ішінде, біреуге сыйлығыңыз. Яғни ниетіңізге қарай кетеді ол нәрсенің барлығы. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадис шарифте келтірді. «Иза матал инсану инқата анху амалуху илля мин саласатин». Адам өмірден өткен кезде оның амалдары тоқтайды деді. Үш нәрседен басқа деді. Қараңыз, өмірден өтіп кетсек те, арқамыздан барып тұратын үш нәрсе бар екен. Тірі кезінде ол амалдар тоқтады деп жатқаны, ол намаз оқитын еді, ораза ұстайтын еді. Ол амалдар тоқтады ғой енді. Басқа біреуге бір жақсылық жасайтын еді, олардың бәрі тоқтап жатыр. Өмірде өтті себебі ол адам. Бірақ үш нәрсесі арқасынан тоқтамай барып тұрады деді. Біріншісі, min sadaqatin жария. Жария садақа берген болса, яғни мына мешіт жария садақаға жатады. Көрініп тұрған садақа. Жасырып қоя алмайсыз ғой көрініп тұрған нәрсені. Жария садақа. Осы мешіт қашан тұрып тұрады екен? Осы сауған адамға не істей береді? Намаз оқыған сайын адамдар келіп, Құран оқыған сайын бұл жерде зікір етіп отыр, дұға қылып отырды ма, құлшылық жасады, яғни ол адамға да сондай сауап барып тұрады. Себебі ол жария садақаны жасаған адам. Ау илмин юнтафау бихи. Екінші нәрсесі арқасынан барып тұратын. Ол адам осы өмірде ғалым болып, ол ілімін басқаларға жеткізіп, шәкірт шығарып кеткен болса,
Ол пайдалы ілім деп атқан сол. Оған адамдар амал етіп ол үйреткен нәрсесіне. Шәкірттен шәкірт шығып жалғасып атса, ол арқасынан барып тұра береді бірінші адамға. Ол ілімді үйреткен сол адам ғой. Ол соған бара береді. Үшінші, валадин салихин яд'у лаху. Салихалы перзент қалдырып кеткен болса, ол әкесіне дұға қылып жатса дейді. Я Раббы, мынау менің әкешім. Мені осы жағдайға жеткізген әкем еді. Оны қабір азабынан құтқар. Сұрақ жауаптарын жеңіл ет. Оған Фирдаус жәннатын нәсіп ет деп арқасынан перзент дұға қылып жатса, міне оған сол дұғасы жетіп тұрады. Алла Тағала айтса, пайғамбар айтса, ол міндетті түрде болатын нәрселер. Алла Тағала уәдесіне тұрушы. Және де басқаларды да уәдесіне тұруға шақырады. Пайғамбар да айтты ма, уәдесіне тұрады. Басқаларды да уәдеге тұруға шақырып кетті. Омар бин Хаттаб Хайбар соғысында не істеді ол кісі? Бір жер тілімі не істеді ол кісіге қолына түсті. Ондай байлық алды, не істемеген еді, ол кісіге ешқашан бұл қолына түспеген болмаған еді. Сөйтіп ол кісі не істесем екен бұл жерді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп ақылдасты. Мен не істеймін бұл жерді? Бұндай байлық менде алдым болған емес. Мынанша жер түсті менің қолыма деп. Яғни бөлінеді ол соғыстан түскен нәрсе. Сол кезде ол соғысқа сол жер бөлінген. Сол кезде пайғамбар салам айтты, егер қаласаң ол жерді уақып қылда, одан түскен пайданы садақа етіп отыр деді. Яғни оны Алла жолына таста ол жерді. Қалған адам өз қажетіне пайдаланып жемісін жейді, ол жерді пайдаланады. Одан жаңаға пайда түсіп жатса, ол жерден оны садақа қылып отыр Алла жолына деді. Сөйтті де Омар не істеді? Ең бірінші біздің ислам дінінде уақып қылып қалдырған адам сол болды. Өз жерін алды да, олай болса мен солай жасаймын деді да, жаңағы жерін барлығын уақып қылды, Алла жолына қойып қойды. Оны кез келген адам өзінің пайдасына пайдаланады ол жерден. Және де бүкіл сахабалар осылай жасаған, өз дүниелерін уақып қалдырды. Енді ол деген сөз, оның мирасқоры кеп, мынау менің әкемнің жері еді. Бұны мен өз меншігіме алдым, немесе сатамын деп ешнәрсе істей алмайды. Ол уақып деді ма, болды, Алла жолына қалдырды, ол қалды енді. Ешкім оны өз меншігіне пайдаланамайды. Мирасқорларды. Жәбірден келген риуаятта оқыс айтады, бүкіл сахабалар не істеді? Мал мүліктерін уақып қылып қалдырған дейді. Ал біздің ата-бабаларымызда осы нәрселер амал етіліп бойларынан көрінген уақып мәселесі. Мысалы, Бейбарыс атамыз Меккені, Мәдинаны, Әл-Ақса мұсылмандар үшін ең киелі 3 мешітті не істеді? Барлығын кеңейтіп, керемет соңғы үлгіде етіп, оны не істеп берді? Құрылыс жұмыстарын жүргізіп берген. Уақып деп. Одан еш нәрсе мақсат етіп, одан бір өзіне бір пайда көрген жоқ. Ол жерде 3 киелі мешітті қайтадан кеңейтіп, жақсылап, соңғы үлгіде қылып, халыққа игілігіне тапсырған. Оны уақып деді. Және өзінің мешіті де бар, Египетте қалған, Мысыр еліндегі. Ол мешіті уақып қалдырды. Әліге дейін ол мешіттер жұмыс істеп жатыр. Осы секілді біздің Құнанбай бабамыздың Меккедегі салып кеткен тақия, қонақ үйі де сол нәрсе. Уақып деп қалдырды ол кісі. Ойлаңыз, қандай дүниемен барды, 2 жыл жүріп барды, барған кезде қажылық маусымнан кешігіп қалды да, 1 жыл және күтті. Сол кезде ол кісі не істеді? Сол тақия деген қонақ үйді салды, уақып деді, оны Алла жолына қалдырды. Кім осы қазақ жерінен келеді қажылыққа, тегін сол жерде жата береді. Қажылыққа келген адамдар тегін жататын жер істеді. Сөйтіп келесі жылы қажылығын өтеп, және 2 жыл қайтып жүріп келді. Яғни 5 жыл өмірі қажылыққа барып келумен кетті. Үлкен дүниемен барды ол жерде.
Осы біздің бабаларымыз тура пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезіндегі сахабалардың істегендері секілді уақытты осылай істеді. Одан кейін бұл мәселе арғы жалғаса берді. Мысалы, біздің мына Түркістан жеріндегі Ақсақ Темірдің салып берген Қожа Ахмет Яссауи бабамызға кесенесі. Ол да уақыт салды. Оны уақыт деді, өзінің жеке мүлкі емес, Алла жолына салып берді о кісіге, кесенесін осылай қалды. Енді бұл уақыт мәселесі басқа бір құлшылықтардан ерекшелігі бар. Зекеттен мысалы, зекет арнайы бір уақытта, арнайы бір мөлшерге жеткен кезде ғана міндет болып жатса, ал енді уақытта олай емес. Кез келген уақытта қалаған дүниеңізді не істей аласыз? Уақып ете аласыз. Алла жолына, халықтың игілігіне, пайдалануына бере аласыз. Бұның ерекшелігі. Енді біздің уақыттың бірнеше түрлері бар. Олардың біріншісі діни уақыт делінеді. Дінге қатысты. Мысалы, Ибрахим пайғамбар менен өзінің перзенті Исмаилдің Меккені салуы, Қағбаны Меккедегі Қағбаны салуы ол уақыт болды. Ол шариғатқа қатысты, ол мешіт ол Қағба. Мешіт қып салы ең бірінші уақыттардың қатарынан қарасаңыз. Аллах Тағала Құран кәрімде Бақара сүресінің 127 аятында келтіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. İbrahim пайғамбар Қағбаның іргетасын көтеріп, Исмаил баласы екеуі Раббана тақаббал минна деп айтты. Я Раббым, біздің бұл игі амалымызды бізден қабыл ет деп дұға қылды. Иннака анта самиун алим. Расында сен естушісің, бүкіл нәрсені біліп тұрушысың деді. О мешіт саған кезде де ол адам дұға қылу керек та, көрдіңіз ба? Қандай бір игі амал істейді екеніміз, дұға қылуымыз керек. Ибрахим пайғамбар секілді. Я Раббым, бізден бұл игі амалымызды қабыл етші деп Алладан үміттеніп дұға қылды. Одан кейін Алаш қайраткері Міржақып Дулат атамыз керемет бір шумақты қалдырды. Осы Алла жолына ғимарат салып, мешіт салып қалдыруға қатысты. Жарар еді ортада мешіт салсақ, қаза қылмай намазды барып тұрсақ, бір ғалымды фазыл заттан иман сайлап, байларымыз жиналып уақыт қылсақ деді. Уақыт деген сөзді сол кезде қолданды сөзінде. Байлар жиналып, уақып етіп, бір мешіт салайық деп жатыр. Намазымызды қаза қылмай сол жерге барып тұрайық деді. Міне бұл сөздерді қарап көрсеңіз, бабаларымыз өте кең таратқанда. Батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін, бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін деген сөздердің барлығы, яғни осы бабаларымыз ұйқастырып алып келді ғой. Байларды ояту керек болды, халыққа ол уақып қылу керек болды, мешіт салу керек болды, халықтың жағдайын түзеу керек болды. Сол кезде бұл кісілер атсалысқан. Нағыз керек кезде сол өлең шумақтарымен жеткізіп, о байларды оятып, халықтың қажетіне мешіттер, медреселер және де ауруханаларды салғызған. Одан кейін уақыттың екінші жағы қайырымдылық уақыт, яғни уақыттың қайырымдылыққа бөлінетіні бар, бір тармағы бар. Мысалы оған Бауыржан Момышұлы не істеді? Қалалық советтен оған не істеген еді? Үй берілген еді, пәтер берген еді. Ол кісі соғыстан баласы қайтыс болған әйелге сыйлап жіберді. Осы уақытқа жатады.
ол не істейді? Өзінің мүлкін біреуге сыйлап жібереді, уақыф ретінде. Бүкіл халыққа берген жоқ, бір адамға сыйлады, уақыф деді. Ол да болады. Ол да қайырымдылыққа жататын уақыфтың түріне келеді. Мешіт мысалы бүкіл халыққа сыйланған болса, ана өзінің үйі бір адамға, жесір әйелге не істеді? Сыйлап жіберді. Негізі ол кісінің өзіне жеке берілген баспана еді. Анас бин Маликтен келіп жеткен риwayatта, Алла тағала ол кісі разы болсын, Абу Талха ол кісі өте осы ансарлардың ішіндегі алма, бізде алма бау болса, ол арабтарда ең жақсы баулар не? Құрма бау. Құрма баулары бар еді бұл кісінің. Ең көп құрма бау осы кісіде еді, бақшалар. Оның ішінде ең жақсы көретін өзінің бір бақшасы бар еді. Ол бақшаның аты Байруха деген бақша еді. Оны жақсы көретін себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешіттің жанында еді ол бақшасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп кіретін ол бақшаға. Кіріп, сол жерде көлеңкеде отырып, сол жерде мөлдір тәтті суынан ішетін ол бақшаның. Сол үшін пайғамбар кіріп отыратын болғаннан кейін ол бақшаны ерекше жақсы көретін өзі. Мешіттің түбінде еді. Сөйтіп Алла Тағала не істеді? Али Имран сүресінің 92-ші аятында былай деп келтірді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Сендер өздерің жақсы көрген нәрседен Алла жолына шығармайынша жақсылыққа жете алмайсыңдар деген аят түсті. Осы аятты естіген кезде Абу Талха не істеді? Қатты ойланды. Мен ең жақсы көретін нәрсем не өзі деп ойланды да. Қараса, ең жақсы көретін нәрсесі мешіттің жанындағы жаңағы бақшасы еді. Сөйтті да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келді. Алланың елшісі. Мына аят түсті. Ниса сүресінде, Али Имран сүресінің 92-ші аяты. Бұл жерде Аллах Тағала жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолына шығармайынша жақсылыққа жетпейсіңдер деп жатыр. Менің жақсы көретін нәрсем осы бақшам еді. Мен үшін ең жақсы осы. Осынан артық нәрсе жоқ деді. Осы бақшаны мен не істесем деді, Алла жолына сарп етсем қалай болады деді. Сол кезде пайғамбар не деді? Бақ деді. Залика малун рабих, залика малун рабих деді. Тамаша ғой деді. Бұл жақсылық келтіретін мал ғой саған деді. Бұл мал саған жақсылық келтірді ғой деп екі рет қайталады. Вақад самиату ма қулта. Сенің айтқаның маған жетті деді. Мен оны естідім деді. Ва инни ара ан тадж'алаха фил ақрибин. Сен оны өзінің туысқандарыңа бөліп бер деді. Оны не қыл деген жоқ, мешітке бер деген жоқ, маған бер деген жоқ. Не қыл деді, оны уақыф етіп туысқандарыңа сыйлап жібер деді. Алла жолына шығар деді о нәрсені. Сөйтіп ол кісі не істеді? Ең жақсы көрген бақшасын өзінің туысқандарына бөліп беріп жіберді. Ол уақыттың қай түріне кірді? Жаңағы сыйлық қылып беру түріне кірді. Жеке-жеке адамдарға ішінен бөліп не істеп жібере салды, барлығын Алла жолына беріп жібере салды. Енді біздің қайырымдылық уақыптың мынандай тармақтары бар екен. Ғылыми бағыттағысы. Ол деген сөз, мына талабалар, университетте оқып жүрген, ілім іздеп жүрген талабалар кіреді оның ішіне. Олардың кітаптары, жазатын рүшкелері, дәптерлері, оларға маңызды керек болған. Осы нәрсеге уақыттан ақша бөлінеді екен. Соларға жәрдем ретінде оқулықтар бар. Және де оларға ұстаз қылып жүрген адамдарға айлық ретінде бөлінеді екен. Ғылыми жаққа бөлінетін уақыттың несі? Қаражаты. Екінші, денсаулық сақтау саласына жәрдем ретінде оларға ауруханасы оқып беру, олар дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуіне жеткізіп беру, көмектесу осы жағда қаралған екен уақыпқа.
Үшінші, міскіндерге жәрдем беру мәселесі. Жетім жесір барлығы. Оларға ішіп жем, тамағы, баспанасы барлығы кіреді. Сол үшін фиқ ілімінің ғалымдары не деп айтқан? Егер уақып етуші кісі мақсатын баяндамай кетсе, онда уақып кедейлер мен міскіндерге арналады деді. Бір адам уақып деді да, мына менің бақшам уақып деді, немесе мына баспанам Алла жолына уақып қалдырдым деді. Бірақ ол медресе болады ма, мешіт болады ма, айтқан жоқ. Жалпы айта салды. Оны ғалымдар не істейді енді? Жалпы айтқаннан үшін оны міскіндерге, жетім жесірлерге бөліп жібереді екен. Жалпы айтып кете салды, өзінің мақсатын анықтаған жоқ. Жалпы айтқанның үлесі соларға кетеді деді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифіне келтірді: беруші қол, алушы қолдан қайырлы деді. Беруші қол, алушы қолдан қайырлы деді. Біз бұл хадисті білмесек, Алла Тағала мен ризық несібемді жазып қойған, оны ешкім жеп қоя алмайды, ол азаймайды да, оны жемейінше мен өмірден өтпесем, неге мен сонша ризық несібемді іздеу керекпін деп біз жалғаулық қылар едік та. О байлық не керегі бар маған деп. Біздерді сол нәрсеге қызықтырды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сен ана алушы қолдардан емес, сен беруші қолдардан бол деп жатыр да. Сен ризықты ізден, ол байлыққа қол жеткіз, сен берушілерден бол дейді, алушылардан емес. Бұл сол ғасырлардан бері ғалымдар бір-біріне түсіндіріп келетін мәселелер. Ол әр ғасырда ондай адамдар болады да. Мен не үшін онда жұмыс істеу керекпін деп, мына оқиғада ұстаз бен шәкірттің оқиғасында шәкірттің ұстазы не істеді? Сапарға, сауда саттыққа шығарып салады. Ол ұзақ уақытқа кету керек еді. Бірнеше күннен кейін қараса не істеп тұр? Хаким ибн-Асам деген шәкірті қайттан ауылда жүр. Ұстаз: "Ей, сен неғып келіп қалдың? Сен кеткен едің ғой" деген еді. Мен жолда кетіп бара жатып бір жерде демалып отырған едім. Бір құсты көрдім. Ол құстың қанаты сынып қалған, және көзі көрмейді. Екінші бір құс келді да, соның аузына тамақ салып кетіп жатыр. Соны көріп мен Алла Тағала мына құсты қалай ризықтандырып жатқанын көрдім. Ал енді мына құсты ризықтандырып жатқан Алла Тағала мен тастап қоймайтындығын білдім да, мен қайтып арқаға қайттым дейді да. Не істеймін ол дүниені іздеп деп жатқаны ғой мен. Үйде жатсам да Аллах Тағала мені өлтірмейді екен ғой аштан деп. Ана құста өліп жатқан жоқ қой деп. Сол кезде ұстаз деп айтты, осы хадисті келтірді. Беруші қол, алушы қолдан абзал деген ғой. Сен неге беруші қолдардан болмасқа деді саған деді. Сол кезде шәкірті ойланып, онда мен дұрыс түсінбеген екен бұл нәрсені деп қайта шәкірт не істейді? Қайта сапарға кетеді да. Міне сол секілді бұл әр ғасырда болып тұратын нәрсе. Осы біздің күнімізде болып жатқан нәрсе. Оны іздену керек. Бірақ қияметпенен осы дүниенің амалын мұсылман адам қатар алып жүреді деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Дүниені табасыз, құлшылықты жасайсыз. Екеуі бірақ қатар келіп қалса не істейсіз? Қатар болып қалды. Тұр, намаздың уақыты келіп қалды. Намаз оқу керек. Сол кезде сынақ болып сіздің саудаңыз да өзі қатты болып кетеді жаңағы. Сауда тоқтамай жатыр, адамдар өйліп жатыр деген сөз. Намаздың уақыты шығып кетейін деп жатыр. Не істе деп жатыр енді? Қияметті алдыға қой деді. Қияметтің амалын алдыға қой ол кезде деді. Тұратыңдар 5 минут деп қойып, намазыңызды оқып аласыз да, ол тұрады ол адам. Сіздің несібеңіз кетіп қалмайды еш жаққа. Намазды оқып аласыз, ары қарай қайтып сата бересіз. Мысалы, жұма намазда وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ деген аят түсті. Егер жұма намазға азан айтылса, Аллах Тағаланы зікір етуге асығыңдар деді. وَذَرُوا الْبَيْعَ сауда-сатты тастаңдар деді. Болды, тоқтату керек. Жұма намазға азан айтылғаннан кейін кім сауда жасаса, ол күнәһар болады. Ол базарда да, дүкенде де бәріне қатысты нәрсе. Азан айтылды ма жұмаға, ол бүкіл саудасын тоқтату керек енді.
Қай кезде рұқсат беріледі сауда жасауына оған? Ол келе жатыр жұмаға жаяу, жанынан біреу еріп алған деген секілді қоймай, ана сағатың маған сатшы деп келатыр деген секілді жанында қоймай, ана көлігің сатшы деп бір сұрап келатыр енді, бірақ жұмаға жүріп келатыр ол. Яғни сай болып жатыр дейді. Тасау деді жаңа, асығыңдар, асығып келатыр ол жұмаға. Жүріп келе жатып, ана сауда жасаса мейлі енді. Тоқтап қалса болмайды, ана жерде. Тоқтап қалып сауда жасаса болмайды. Ол сол күйі кете берсе жұмаға қарай, мешітке қарай. Ол бола береді ол кезде. Яғни бұл нәрсе барлық саудаға қатысты. Жұма күні азан айтылды ма? Болды, тоқтау керек. Мына құдай тамақтар болмайды жұма намазының уақытында. Күні бүгінде звондап тұр жаңағы. Келесіздеріне сағат 1-ге құдай тамағымызды. Ой, жұма ғой дедім бүгін. Енді көмекшілерге жұма парыз емес па дедім. Ешкім барамайды жаққа. Бәріне жұма парыз ғой. Ол біздің аяқта азан айтып, жұма намаз оқып жатсақ, оны жеп жатса не болады енді ол? Аллах та бәрін таста деп жатса Құранда. Сол үшін мына құдай тамақ болады ма? Қандай іс-шара? Жұма күні тоқтау керек ол нәрсе. Жұма намаздан кейін істей берсін ал. Жұмаға дейін істесін, жұмадан кейін істесін. Жұманың уақытында болмайды. Ол сауда істеп кетуге, құдай тамақ істеп кетуге. Қарау керек қой жаңа. Қай күнге түсіп жатыр, қай уақытқа түсіп жатыр. Сол үшін Аллах Тағаланың аяттағы нәрсесі өте үлкен нәрсе айтылып тұр. Асық деді, болды, асығы керек мешітке қарай, жұма күні. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бір қиын жағдай болды. Бүкіл құдықтардан не істеді? Сулар тартылып кетті. Меккедегі жалғыз құдық қана қалды, суы бар. Ол Рума деген құдық еді. Ол бір яһуди кісінікі еді, еврей ұлтынан. Ол кісі мұсылмандарға қымбат сатып атты суын. Енді жалғыз құдық қой, одан басқа су жоқ, амал жоқ алады оған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте қатты тиді ол. Біреудің қиындығын пайдаланып ату. Бізде шариғатта мұсылман адамдардың, жалпы адамзаттың қиын кезіндегісін пайдалану харам болады бізде. Мысалы, ана бір жылдар болды, қар қатты жауып, көліктері бұзылып қап, қарда қалып кетіп, сөз жақын жерде ауылдан нан сатып алайын десе 1000 теңгеде бір наның. Ол харам болады ол адамдарға. Ол қаншадан сатып жатыр еді, сонымен сата беру керек ол. Немесе тегін берсе де үлкен сауап. Тегін бермесе де сол нарықта сатса, ол адамдар алатын еді. Ал ол 1000 теңгеде бір нанды мысалы. Ол шариғатта біреудің қиын жағдайға түсіп қалғандығын пайдалану харам болады шариғатта. Мысалы, сіз зат сатып атсаңыз, соңғы рет ол зат базарда, мысалы бидай сатасыз, соңғы рет базарда қай нарықта сатылды бидайдың килограммы? Сіз сақтап, сатпай отырып неше мыңдаған тоннаны. Бүкілінде біткенін күттіңіз, бәрінде бітті, ашаршылық басталған кезде сіз енді аңғарды ашып қойып сатайын десеңіз, сізге шариғат не дейді енді? Ана базарда соңғы бидай қай нарықта сатылды, сол нарықтан асырмайсың дейді саған дейді. 200 теңге ме, 200 теңгеден сатасың сен дейді. 1000 теңге деген жоқ саған дейді. Себебі не үшін? Сен халықтың қиын жағдайға түсіп қалғандығын пайдаланайын деп тұрсың сен дейді. Соңғы нарықтан сатасың дейді. Ары қарай сатқызбайды қымбатына. Сол секілді мәселе. Осы Пайғамбар саллаллаху алейхи кезіндегі құдық мәселесі тура сол болып тұр. Бірақ ол мұсылман адамдікі емес қой, оған айтайын десе. Су жоқ сен құдығынан басқа, сен өйтіп адамдарды қинама деп айтайын десе, қымбат сатпа дейін десе, ол мұсылман емес. Қатты тиді Пайғамбар саллаллаху алейхи нәрсе. Сөйтті не істеді? Сахабалардың бәрін жинап алды да, сахабалар түсінесіздер кім екенін? Пайғамбарды көріп, иман келтіріп, мұсылман болып өткен адамдар сахаба саналады. Оларға айтты, кімде-кім мына құдықты сатып алып, Алла жолына мұсылмандарға уақып қоятып, яғни тегін қылып қоятын болса, Аллах Тағала жәннаттан тура осындай құдық ол адамға береді деді. Сол кезде сахабалардың барлығы асықты оны сатып алуға. Ішіндегі ең байлардың бірі Пайғамбар саллаллаху күйеу баласы Осман сахаба не істеді? Ол бар тілін тапты ол кісі. Өте қымбат сатты, бірақ ол жартысын ғана сатам деді құдықтың.
Маған өте пайда түсіріп тұрған құдық болды. Бұдан менен басқа ешкімде су жоқ бұл қазір қалада деді. Жартысын сатамын дейді. Яғни бір күн сенікі болады, бір күн менікі болады дейді. Екеуміз де пайда көрейік одан деді. Сұраған нарқын беріп, жартысын сатып алды да өте қуанып бол сахаба. Пайғамбар келді. Алланың елшісі, мен сатып алдым құдықты. Бірақ жартысын ғана сатты ол дейді. Пайғамбар қуанды оған. Бүкіл мұсылмандар қуанды. Сөйтіп ол кісінің кезегінде уақыт құдықтың суы тегін. Келесі күні Яһудидің кезегі келгенде ол ақылы. Енді ақыл бар адам бәріне түсінікті ғой, ол не болатын, оның соңы немен бітетін да. Тегін күні барлығы 2 күнге жететін су алады. Келесі күні ешқайсысы суға бармайды. Сөйтті да ол кісі не қылды? Өзі жалынып, арзы маған ақша берді, толығымен аласашы осы құдықты деп. Бір тиын пайда соққан жоқ деп не істеді? Ол кісіге берді. Арзанға сатты қалған жартысын. Сонымен толығымен алды да Алла жолына тегін қылып қоя салды. Ақылға сап қарасаңыз, өте қарасаңыз, ең пайда түсіп тұрған жұмыс болып тұр. Бұл қазіргі күндегімізде мысалы ең пайдалы табыс көзі болып тұр да ол. Ешкімде жоқ нәрсе, сенде ғана бар. Қалаған нарқыңды қоясың деген. Бірақ алды да тегін қылып қойды соны. Тегін Алла жолына. Алып іше беріңдер, пайдалана беріңдер. Міне керемет амал. Оған Аллах Тағала жәннаттан тура сондай құдық не істейді деді? Береді деді. Ол деген сөз біріншіден оның жәннатқа кіретіндігіне кепіл болып тұр ол жерден, біріншіден. Кім оны алып беретін болса, Алла жолына жәннат оған уәжіп болып тұр деген сөз. Екіншіден, оған жәннаттан кіріп қана қоймайды, сонда құдық беріледі оған деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не істеді? Алланың атынан уәде беріп тұр ол жерде. Аллах Тағала пайғамбардың көкейіне саған нәрсені ғана айтады. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى деген аят бар Құранда. Пайғамбар еш нәрсені өздігіне айтпайды, не айтса да Алланың уахи еткен нәрсесін айтады деді. Пайғамбар айтты ма, ол Аллах Тағала айтқызып жатыр. Ол уәдені берген Аллах Тағала болды. Хайрун наси анфаухум линнас. Адамдардың ең жақсысы адамдарға пайдасы тиетін адамдар деді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандар не істеді? Құрма ағашына теңеді. Құрма ағашы ұйықтамайды екен, қысы жазы жасыл болып тұрады, жапырақтары да түспейді оның, жемісі бар, көлеңкесі бар, жемісі бар, яғни пайдасы бар адамға. Қысы жазы, жылына 2 ай. Мұсылман адам сол құрма ағашы секілді деді. Әрдайым адамдарға, адамзатқа пайдасы тиетін. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті деді. Аллах Тағала ерекше махаббатпен жаратқан адамзаттың барлығын, ол мұсылман болмаса да оны жерлейміз жерге. Оны басқа хайуандар секілді тастап кетпейді. Кім болса ол болсын, сенімі қандай болады, діні не болады, дінді бола ма, болмай ма, адамзатты Аллах Тағала ерекше жаратты ма, қастерледі, оған сәжде қылдыртты періштелерді. Ол адамды не істемейді енді, жерге тастап қоймайды, оны жерге табыстайды. Жерге көмеді оны. Сол секілді адамзаттың ең жақсысынан болуымызды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Адамзаттың ең жақсысы адамдарға әрдайым жақсылығы тиген адам екен. Аллах Тағала баршамызға өйстіп уақып етіп, мешіт салып, халықтың игілігіне әртүрлі ғимараттарды беруіміз Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Амин Аллах.